Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен дәмді тағам рецептісімен бөлісемін. Бұл тағамды бір рет қана дайындап көргеннен кейін өзіне ғашық қылатын тағам. Алдымен картобымызды теркадан өткізіп, судың астына жуып аламыз да, суын ағызып аламыз. Суын ағызып алған соң, үстіне жұмыртқаны және аскөк пен ақжелкенді турап саламыз. Және үстіне ұн қосып, тұзын салып, ұсақталған паприка салып, және бұрышын салып, және орегано специяны да аздап қоссаңыз болады. Одан соң барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, противенімізге пергамент қағазымызды төсеп, үстіне картобымызды жаямыз. Яғни қалыңдығы 1 сантиметрдей етіп жайып шығатын боламыз. Барлығын жайып шыққан соң, 200 градуста 30 минуттай пісіретін боламыз. Енді әркімнің пеші әртүрлі қызатын болғандықтан, өзіңіздің пешіңізге ыңғайландырып қойсаңыз болады. Менің пешім өте жай қызады, сондықтан мен ұзағырақ пісірдім. Енді салмасын дайындауға кірісетін боламыз. Табаға сұйық майымызды құйып, жуа салып қуырып аламыз. Жуасы қызара бастағалы жатқанда тәтті бұрышымызды турап саламыз да, оны да қызарғанға дейін қуыратын боламыз. Одан соң үстіне туралған тауық етімізді салып, тұзын, бұрышын және паприканы салып, орташа отта қуыратын боламыз. Барлығын араластырып алған соң, сарымсақты ұсақтап салып, тағы да араластырып, қақпағын жауып 5-10 минуттай қуыратын боламыз. Одан соң үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті салып, барлығын араластыратын боламыз. Яғни салмамыз дайын. Бұл салмамыздың дәмін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Духовкадан картобымыз пісіп шықты. Яғни пісіп шыққан соң түсіріп бөліктерге бөліп аламыз. Пісіп шыққан картоптан шамамен 6 бөлік шығады. Мен видеода 2 есе қылып пісірдім, сондықтан менде көбірек болып шығатын болады.
Бөлінген картоп бөліктеріне дәл видеодағыдай салмасын салып орайтын боламыз. Оралған ораманың үстіне ірімшік қойып, духовкада 200 градуста 25-30 минуттай пісіретін боламыз. Бұл орамаларды духовкада емес, табаға салып, аздап су құйып, орташа отта 10-15 минут пісірсеңіз де болады. Дәмді тағамымыз дайын болды. Бұл тағамды қонақтыққа да пісіруге өте жақсы вариант болып табылады. Себебі дәмінде мін жоқ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сізге бұл тағамды дайындап көруге кеңес беремін. Және ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Және каналымда түрлі кондитерлік тағамдарды да таба аласыздар.